COVID-19 еліміз бойынша тағы 5 адамның өмірін жалмады. Олар Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен Қарағанды, Ақмола облыстарының тұрғындары. Сөйтіп осы қауіпті кеселден қаза тапқандардың саны 105 адамға жетті. Қатерлі дерттің тарауы да толастайтын түрі жоқ, керісінше күн санап үдеп барады. Қазір еліміздің 16 мыңнан астам тұрғыны коронавирусқа шалдыққан. Аты жаман ауру өңірдің 5 тұрғынын ажал құштырды. Марқұмдардың үшеуі Нұр-Сұлтан мен Қарағанды және Ақмола облыстарынан болса, екеуі алматылық екен. Бірақ кеселден көз жұмғандарға қатысты толық ақпар айтылмады. Жалпы елімізде осы дерттен 105 адам қаза тапты. Бір ғана Павлодардың өзінде инфекциядан 13 адам өлген. Бұл аймақта індеттің тарауы да өршіп барады. Сондықтан жергілікті билік карантиндік шараларды қайта күшейтуге мәжбүр. Салоны красоты, парикмахерские, стол, шиномонтажки. Демалыс күндері косметология, сұлулық салоны, көлік жуу, халыққа қызмет көрсету орталығы, Қазпошта, Ломбард, екінші дәрежелі банктердің жұмысы тоқтайды. 65 жастан асқан адамдардың сыртқа шықпауына және 14 жасқа дейінгі балалардың жалғыз жүрмеуіне кеңес береміз. Дүйсенбі күні қоғамдық көліктер қайта қатынайды деп күтілуде. Атырау облысында да эпидемиологиялық ахуал қайта ушыға бастады. Осыған дейін облыс орталығы және Жылой, Мақат, Қызылқожа, Құрманғазы аудандарындағы бірнеше елді мекенде карантин қайта жарияланса, бүгін бұл тізімге Индер кенті қосылды. Постқой бастап атырау. 16 мың тұрғыны бар қалашықтағы қатаң тәртіп 2 шілдеге дейін сақталады. Кәсіпорындардың жұмысы мен қоғамдық көліктердің жүрісіне, тіпті тұрғындардың да себепсіз қатынауына шектеу қойылды. Аудандағы эпидемиологиялық жағдай тұрақты емес. Атап айтқанда, күні бүгінгі тіркелген аурулар, яғни сырқаттанушылар саны 55 адамды құрап отыр. Сондықтан осындай шектеу шараларын қабылдауға тура келді. Индербор кентіне кіру шығу толықтай тоқтатылады. Бұл өңірде дертке шалдыққандар саны 1400-ге жуықтаған, оның 17-сі бүгін қосылды. Ақтөбеде де кеселдің тарауы тоқтар емес. Соңғы тәулікте 27 сырқат тіркелген. Арасында 3 айлық сәби де бар. Аймақта індет ізін салмаған аудан қалмады. Шенділер аурудың кең тарауына тұрғындардың жауапсыздығы мен оған сенбеуі себеп дейді. Маған жеке приемға келгенде осы ауру жоқ сияқты, ауру біреу оны бір жерден ойлап тапқан, бірақ ондай ауру жоқ деп айтып жүреді. Енді 10 күннің ішінде қазіргі таңда көріп отырсыздар. Сондықтан мынау шектеу шараларын міндетті түрде орындау керек. Жамбылдықтарды да ауру алқымнан алып тұр. Қатерлі кесел тәулік ішінде тағы 29 адамға жабысты. Сөйтіп көрсеткіш 550-ден асты. Ал әдеттегідей Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент сынды мегаполистер инфекция жұқтырудан алдыңғы қатарда. Жалпы еліміз бойынша жұқпаға шалдыққандар саны 16 мыңнан асса, жазылғандар 10.200-ге жуықтады. Руслан Әбдіхалық, Денис Храмов, КТК.